Сарқанбай қалды ғой мен жаңа амандасып жатырғанда. Сол таныған шығар. Біздің компанияның арқасында жаңағы. Мен өзім жасым өзі 78-де. Осы мен таяқпен жүріп, мына бір қолымда таяқ, бір қолымда дуал жүре алмай жүрушедім. Давление деген бүйтіп көтеріліп кетушеді. Енді осыны алғаш мен сенбедім, шынын айтқанда. Мен қызым мына дәрініш, мына аяғыңа ки десе, аяғым ауырады. Септер едіңіз, е? Иә. Оны неғыл ой, аяғым ауырады деп неше қоймай кигізіп жүрді. Кейін өзім жаңағын өзіме әсер етіп, бұлай неғаны кейін жаңа сеніп осы күнден тастамай киетін болдым. Құдайға шүкір, мына таяқ тастадым. Ауылға барсам, кемпірлердің бәрі ой, жасарып кетсің ғой. Жасарып кетсің ғой деп маған. Жасарып кеткен апашкам не узнали, да? Қызығып не қылады. Рахмет сендерге. Құдайға шүкір, мынау жаңа давлением шыққанда енді 200-ден асып кететін. 2 мезгіл қан алдырушым мен. Көктемде, күзде, осындай шілденің алдында, қысқы шілденің алдында. Давлением вообще құрыды әзір.